Олай болатын болса бізде келесі теңсіздік берілгені синус x минус 1 бөлінген синус x минус 2 қосылған 2-ден 1 үлкен немесе тең екенін дәлелдеу керек. 2 минус синус x бөлінген 3 минус синус x. Теңсіздікті дәлелдеу үшін сол жақта тұрған өрнекті теңсіздіктің оң жағына қарай өткізіп алған дұрыс. Сонда бізде 2-ден 1 үлкен немесе тең 2 азайтылған синус x бөлінген 3 минус синус x азайтылған синус x азайтылған 1 бөлінген синус x минус 2. Енді ары қарай ортақ бөлім береміз. Сонда бізде 3 минус синус x және синус x минус 2-ден беріледі. Бізде мына өрнекке синус x минус 2-ден түссе, мына өрнекке бізде 3 минус синус x-ден түседі. Сонда 2 минус синус x-ке біз көбейтуіміз керек. Синус x минус 2-ні содан азайтамыз. 3 минус синус x-ке көбейтуіміз керек. Синус x минус 1-ді. 2-ден 1 үлкен немесе тең бөлшектің бөлімін солай жазып қоямыз. 3 минус синус x көбейтілген синус x минус 2 деп. Бөлшектің алымында жақшаларды ашуымыз керек. Мына жерде біз қарап отырсақ, синус x минус 2-ның квадратын береді, бірақ алдына жақшаның алдына минусты қоюымыз керек. Сонда жақшаны ашатын болсақ, синус квадрат x азайтылған 4 синус x қосылған 4-ті береді. Келесі бізде жақшаны ашамыз. Алдына минусын қойып алайық. 3-ке синус x-ті көбейтетін болсақ, 3 синус x. 3-ке минус 1-ді көбейтсек, минус 3. Минус синус x-ке плюс синус x, ол бізде минус синус квадрат x. Және минус синус x-ке минус 1-ді көбейтсек, плюс синус x болады. Жақшалардың алдында минустарды ескере отырып, жақшаларды тағы да бір ашып жібереміз. Сол кезде таңбалар ауысады бізде. Минус синус квадрат x болады, плюс 4 синус x болады, және минус 4 болады. Ары қарай минус 3 синус x қосылған 3 қосылған синус квадрат x және азайтылған синус x болады. Мына жердегі плюс синус x квадрат, ол минус синус квадратпен жойылып кетеді. 4 синус x-тен 3 синус x азайтатын болсақ, 1 синус x, және одан тағы 1 синус азайтатын болсақ, олар бізде жойылып кетеді. Минус 4-ке 3-ті қосатын болсақ, бізде минус 1-ді береді. Сонда 2-ден 1 үлкен немесе тең 3 азайтылған синус x көбейтілген синус x минус 2. Бөлшектің алымында бізде минус 1 қалады. Мына жерде біз жақшаның сыртына минусты шығарып жүрсек болады. Сол кезде бізде өзгертіп жібереміз. 3 синус x минус 3 деген келеді. Және минусты минусқа бөлсек бізде плюс болып кетеді. Ары қарай осы жерден тоқталамыз. Енді кішкене бөлшектің алымындағы синус x минус 3 пен көбейтілген синус x минус 2-ні қарастырып көреміз. Жалпы бізде синус x-тің анықталу облысы, ол бізде минус 1 мен 1-дің аралығында. Минус 1 мен 1-дің аралығында. Енді осының екі жағынан да 3-ті азайтып жіберсек, бізде синус x минус 3 деген келеді. Сол жағынан 3-ті азайтатын болсақ, минус 4 болады. Оң жағынан 3-ті азайтатын болсақ, минус 2 болады. Дәл солай екінші жақшаны да қарастыруға болады. Синус x бізде минус 1 мен 1-дің аралығында. 2-ні азайтып жіберсек, синус x минус 2, ол бізде минус 3 пенен минус 1-дің аралығында жатады. Екі өрнекті бір-біріне көбейтіп аламыз. Сол кезде бізде синус x минус 3 пенен синус x минус 2-ның көбейтіндісі, ол жатады 2 менен 12-ның арасында. Енді біз қарауымыз керек. Осы 2 менен 12-ның ортасына жататын кез келген санды алып, және оның ішіне 2 мен 12-ні де қоса алған кезде, біз мына өрнектің орнына әкеліп қоятын болса, яғни сандарды, ол бәрібір 2-ден 1 үлкен бола береді. Мысал ретінде
біз 2-ні қоятын болсақ, бізде мына жерге, сонда бізде 2-ден 1 пайда болады. Бұл теңсіздік орындалады, өйткені астында тең деген белгі бар. Немесе 2-ден 1 үлкен немесе тең болады. Мысалы, ортасында 5 бар. 5-ті әкеліп қоятын болсақ, 1 бөлінген 5 деген шығады. Бұл да орындалып тұр. Бізде 2-ден 1, себебі 5-тен 1 үлкен. Сонда біз кез келген санды әкеліп қоятын болсақ, теңсіздігіміз орындала береді екен. Осылай теңсіздікті дәлелдейміз.